Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жамбыл облысындағы әділет департаментінің тексеру барысында басшысының орынбасарын ұстаған екен. Біздің Алматы қаласындағы әділет департаментінің және Алматы қаласындағы білім басқармасында толық тексерістен өткізу керек. Әділет министрлігіне жеке сот орындаушы Елтоқтың үстінен жазған арызымыз бойынша Алматы қаласы әділет департаментіне қатаң тапсырма беріп, Елтоқтың үстінен қызметтік тексеріс жүргізілсін деп, бір емес 4 рет қызметтік тексеріс жүргізіп, 4-еуінде Елтоқтың заңсыздықтары анықталмады деп жауап беріп тұр. Сонда Елтоқтың ата-анасы жоқ кезде үйде кәмелет жасқа толмаған 3 баланы және көп балалы алтын алқалы ананы үйден қуып шыққандығы, қасына көмекшім деп ертіп келген адамы Күзембаевтың бұрын сотты болғандығы, жеке сот орындаушы өзінің міндетін Күзембаевқа тапсырғандығы, бөтен адамға балаларды және үйдегі мүлікті өз мойныма аламын деп мәжбүрлеп тұрып тілхат жаздыртып алғандығы, бөтен адамдарды заңсыз үйге тартқандығы және үйдегі құпиялылықты бөтен адамдарға жария қылғандығы, мүліктер үйден толық шықпай тұрып адамдарды үйден қуып шыққандығы заңды ма? Қазіргі таңда бас прокуратурадан қару ісі күні бейне жазба түсірілмегендігі және оқу білім министрлігінен балалардың құқығын қорғау комитетінен келген Барлықбаевтың және 33-ші қалалық лицей мектебінің мұғалімдері заңсыз тартылғанды анықталып, жұмыстан босатылсын деген жауап берген. Неге бұлар министрдің тапсырмасын орындамайды? Неге бұлар заңынан қорықпайды? Ерлан Жақсылықұлы, сіз шынымен де өзіңіздің міндетіңізді, қызметіңізді атқара алмай, сөзіңізді өткізе алмай отырсыз ба, жоқ білмей отырсыз ба? Құрметті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері, осы аталған ұйымдарды, адамдарды Алматы қаласындағы әділет департаментінің басшысы Кесебаевтан бастап барлық қызметкерлерді және білім басқармасын толық тексеріп, заң бұзғандар анықталып, заң алдында жауап берулерін сұраймын.